Құрметті құдағиым болашақ. Кім, мен ба? Жалпы құдай қаласа сенің болашақ енең айтып жатырмын. Мынау менің біздің папасы екеуміздің ханшайымыз Ерке. Бәрін жасап жатырмыз енді, жағдайының бәрін. Осы ханым риза болсын деп бүкіл жағдайын жаса. Бағып, қағып, аялап, папасы ешкімге сөйлетпейді. Мен істеймін. Мен үйдің түрлігін істетпеймін оған мүлдем. Сөйтіп аялап өсіріп отырғанымыз айына міндетті түрде 4-5 рет, даже одан да көптеу шығар енді, 5-6 рет сырттан тамақ жеді. Бүкіл жағдайын жасап Мама, мен жамандап жатсың ба жаққа? Уақыт болып қалды ғой. Сол енді айтайын деген құдағи. Құдай қаласа өзіңізге де айтамын ертең. Алла қаласа. Осылай аялап өсіріп отырған қызымызды жамандығын жасырып, жақсылығын асырып отырасы ғой енді. Мама, мен әлі 4-ші сыныптың. Мам, папа естісе, жоқ дейтін шығар. Міндетті түрде любой кез келген адамның кемшілігі болады. Сол себепті де бүкіл қызыма бүкіл нәрсесін алып береміз. Чтоб қызым шаршамау үшін, барлығын. Үйдің түрлігін естейтін. Енді құдай қаласа бүкіл жағдайын жасап береміз. Осы қызымның жағдайы үшін деп айтайын, Аллах қаласа. Сол енді сізде осылай аялап. Аяламайды ғой, мен жұмсайды ғой. Қақта білесің, жақсы кіші болады шығар. Сол айтайын деген, бұл да бір естелік қой. Мен жұмсайды ғой. Келін, шай қой дегенде. Құдай қаласа өсіп айтам енеге. Танысу кезінде. Қойшы, мама, жыртайын деп тұрсың ғой барлығын. Жыртпаймын просто. Адам сияқты айтамын ғой, түсіндіріп. Осындай мен қызым енді үйдің түрлігін қатты жасай алмайды деп откровенно айтпаймыз ба басында? Мама, мен жасай аламын, не үшін мен жамандап жатсың? Жоқ, енді адам істей алмайды айту керек ғой енді. Қолымды жуып беріп жатырмын. Ойбай, істеп жатыр, істеп жатыр. Баш болды, мама, істеймін. Видео түсіремін. Алдап шақырып аламын, қабылдап видео түсірейік деп. Настроение. Жаным мен, қаншайым.